Ассалаумағалейкум дейтін ауыл. Бұл ауылдың қазақтан орысы көп екен. Жері жазық, жайқалып өскен егіні бар, жоңышқалығы мен жүгерлік алқабы көз тұндырған ауылға жер ортадан ауғанда көшіп келдім. Bir жағынан қан қысымы жазық жерді қаласа, бір жағынан тарсылдап күрсілдеген темір терсегі жоқ, топырағы қалың, шалғыны мол жер, жанға сая, көңілге демеу болды. Өйткені өзімізде ауылда өскен қара сирақ, қой қайырған желаяқпыз ғой. Қара сирақтар мұнда да бар, бірақ көп емес. Көбісі бір-бірімен орысша шүлдірлескен көк көз балалар, екі-үш қара бала оларға көз алмай қарайды да тұрады. Кешке қарай аумақтар ойын алаңқайында бәрі бас қосып, салбыраған кендір арқанды әткеншек қып, арлы-берлі армансыз тербетіледі. Қасынан өтсең, еш қайсысы селдетпейді. Қара домалақтар да, көк көздер де әткеншектің кезегін күтіп, үн-түнсіз тұра береді. Ассалаумағалейкум дедім. Балағы тізеден шорт кесілген, шалбар киген тәпелтектеу қара балаға. Ол сүлесек қолын созды. Атың кім? Жанарыз. Қай мектепте оқисың? Орысша. Мен қасыңнан өткенде, ассалаумағалейкум деп сәлем бер дегенде, қасында тыңдап тұрған тағы бір қара бала, ассалау деп толық айтпаса да ықыласын білдіріп әрекет жасады. Ертеңінде сол жерден өткенде екі баланың біреуі мені көрген бетте ассалау деді жақын келіп. Ассалаумағалейкум деп толық айтты. Орындықта шүпірлеп отырған көк көз қыздар мырс-мырс күлді. Оларға бәрерісі көрінді. Қыздардың қасында тұрған сорайған орыс балаға ассалаумағалейкум деп қолымды создым. Ол сүлесоқ бес саусағын ұсынды. Сен туған туыстарыңмен сәлемдесесің бе дедім орысшалап. Да, конечно. Мені көргенде бұдан бұлай ассалаумағалейкум деп сәлем бер. Көреміз, деді енжар кейіпте. Сөйтіп жүргенде ай өтті. Жаңа қонысқа көз үйреніп, көңіл орнығып қалды. Әткеншек тұсынан өткенде әлгі екі қара домалақ ассалаумағалейкум деп қолдарын ала жүгірді. Бұл мен үшін теңдесі жоқ мәртебе. Өзіңнен кішілер сәлем беріп жатқанда, анау көбіне қыздарды күлдіріп тұратын сырықтай ұзын бала да ассалаумағалейкум деп қолын созып жүгірді. Аға деген сөзді қосып қойды. Сірә әке-шешесі үйреткен болар. Сымға қонған қарлығаштай боп, ағаш орындықта сап түзеген қыздар да здравствуйте деп шу ете қалды. Сәлеметсіз бе деп айтыңдар деп, оларға да ескерту жасап, орысша сөзді қазақшаға аударып бердім. Жылжып, жыл 12 айда өте шықты. Осы жерден өте қалсам, кішкентайлар мен жасөспірім ұл мен қыз ассалаумағалейкум деп бірінен соң бір қалыспай қолдарын созып келе жатады. Бала көргенін істейді ғой, сәлем сөздің анасы деп ата-анасы айтқанда шығар. Орындықта тізіліп отырған жасөспірім қыздар да сәлеметсіз бе деп шу ете қалады. Мен мәзбін. Сәлемге сараң ауылдың өскіндері ассалаумағалейкум деп алдымнан шығып жатқанда төбем көкке екелі жетпей қалады. Бүгін ойын алаңқайын қоқыстан тазартып жатқан олар мені көргенде тырмасымен күрегін тастай сап ассалаумағалейкум деп маған қарай тұра жүгірді. Бұған не дерсің? Көзде, көңілде аспанда, кішкентайлардан сәлем алған жер бетіндегі адамдар қандай бақытты.